Hani шығарманы композициялық құрылыстан алдау. Дұрыс, көкселек шығармасының ең бірінші неден бастайық қатарда? Басталуынан бастайды екеніз оқиғаны басталуынан. Biz sonымен бірге қосымша материалдардан, ғаламтордан қасқыр туралы мәліметтер жинақтап белгілерді береді. Ал қасқыр туралы қандай жаңа мәліметтер берілген балалар? Қандай аңыздар берілген? Армын? Қасқыр бір жерде 10 килограмм ет жинады. Қасқыр бір жерде 10 килограмм еттен қорып келеді. Және еттің есін 1,5-2 метрден естеп О, 15 шақырымнан да біледі екен. Дұрыс, жақсы. Әмина? Қасқырлар суда жүзген кезде 13 километрге жүзе алады. 13 километрге дейін жүзе алады. Тамаша. Қасқырларды кішкенен асыраса да, ол еркелейді. Еркелейді екен. Бекбол? Есепті түрде қасқырлар тараған өзден есептеп өзден ақылға өзден санамайды. Жарайды. Сымбат? Қасқырлар бір-біріне келе жатқан қауіптен қорғану үшін улайды. Улайды дейді. Не үшін улайды деп олар? Қауіптен келе жатқан қорғану үшін. Тамаша. Ералы? Қасқыр жерін кіріп ескіріп алсаң да қырып кеткен дұрыстар ма? Жәңгір? Қасқыр өзінің ағзасын өлексіз таза ұстайды және ешқашан өлексіз жемейді. Апай болар. Өлексені ешқашан жемейді. Неден? Қасқырларды ең алғашқы кітапқа енгізген Германия мемлекетінің бұл шешімі Фридрих Ницше мен Освальд Шпенгельдің ықпалымен қабылданған. Тамаша. Апай айтайыншы. Қасқырлар буын 5 секундтан артық созбайды. 5 секундтан артық созбайды деген бұл Бекбол. Қасқырлар оңтүстіктен солтүстікке қарай үрлеу келеді. Ең үлкен қасқырлар Аляска жағалауларында Ресей федерацияларында мекен етеді. Арай? Ең кішкентай қасқырлар таяу шығыста орналасқан және олардың салмағы жыл 30 килограмм. 30 килограмм дейді. Қасқырлар өте төзімді келеді. Өзінің аумағында өте жыртқыш қаһарлы болады. Қақарлы болады екен. Қасқырлардың аяғы мен иттердің аяғы ешқашан бірдей болмайды. Бірдей болмайды екен. Неге? Ауа райы болмаса қасқырлар орман ішіндегі 9 километр жердегі бір кесте алады. Дұрыс. Армын? Ең ірі қасқырлар Канада, Аляска жерлерінде мекендеседі. Олардың салмағы 80 килограммнан асады. 80 килограммнан асады. Дамина? Қасқыр тәкаппар, кербез, дебесті еркіндікті сүйеді. Дұрыс. Тамаша. Неден? Жаңа туылған қасқыр 4 айдың ішінде 30 есеге өседі. Неге? Тамаша. Қасқыр түсті асты дала тамысы ол қасқыр ақылды. Қасқырға тиіспесе қасқыр санайды. Дұрыс. Тамаша. Соңғы. Қызыл қасқырлардың құйрығы 45-20 сантиметрге жетеді. Қызыл қасқыр да бар екен балалар. Балалар осы мәліметтің барлығын осы біз Мұхтар әуезовтің көкселек шығармасын білетін бетіндер балалар. Жоқ, қасқыр туралы бірнеше мәліметтерді таныс кетсіндер өте жақсы. Ал енді қайтып дайын. Кәні жаңағы шығарманың құрылымы бар. Жауап береміз орнымыздан тұрып біріміз. Шығарманың басталуы қара түрдің қасқырлар мекені, дамуы көкселектің ауыл жарысуы, шиеленісу, көкселектің өз қандастарымен қосылуы, шарықтау шегі, көкселектің жоққа шықкен айналуы, шығарманың шешімі, құрмаштың қазасы, көкселектің жазасын тартуы. Дұрыс. Көкселектің жазасын тартуы дейді. Ал
жинақтайды. Егер мәліметтермен композиция оқуына талдау жасағанда қандай баға берер едіңдер сендер кәнекей баспармыз бағалау жақсы, өте жақсы, топта өте жақсы деген баға беріліп отыр. Ал енді ана топтағылар кәні сендер қалай? Шығарманың басталуы Қарадыр мекені, қасқырлар мекені. Дамуы Қарадыр еліндегі мазасыздық, шиеленісуі, көксеректің кетіп қалуы, шарықтау шегі, көксеректің көкжалға айналуы. Шығарманың шешімі әже зары Құмаштың өлуі. Енді мына жерде сәл толықтырып кетейік. Мына жерде шығарманың басталуы Қарадырдың қасқырлар мекені дейді, одан кейін Қарадыр мекені дейді. Бұл жерде Қарадырдың Қарағанды сайы, дұрыс жақсы. Ал бұл топқа қандай баға берсеңіздер, баспалармен бағалап өтеміз. Балалар жақсы, бар деген өте жақсы. Енді мына топтарға Шығарманың басталуы Қарадырдың табиғаты, қасқырлар мекені. Қарадыр елінің мазасыздануы, дамуы, адамның бөлтірік асырауы, иттердің шабуы, қара төбетті жеңуі, шиеленісуі, ақ қасқыр мен көкжал қасқырды кездестіруі, малға шабуылы, шарықтау шегі, ыза кекке жан дүниесі толуы, тоғыз қасқырды кездестіруі. Шығарманың шешімі шопанның ауырып қалуы және Құрмаштың қаза болуы. тамаша, Құрмаштың қаза болуы. Ал сендер бағалап келдіңдер бұл топтың. Керемет, бұл топта өте жақсы дайындалып келген екен. Осындай жауаптарды берді. Кәнекей, сендер ал енді балалар сонда Мұхтар Әуезовтің көксерек шығармасында біз басты тақырып болып нені алған екен? Мұхтар Әуезовтің шығармасында нені алды? Адам арасындағы байланыс екен, иә? Адам мен табиғат пен адам қасқыр арасындағы. Ал енді сендер адам туралы қандай ой білесіңдер? Қалай жинақтайсыңдар ойларыңды осы шығармада? Ал сендер қасқыр туралы жазыңдар, сендер табиғат туралы. Табиғат деген не екен? Табиғаттың қандай пайдасы бар екен? Жиналып жан-жанына жаза береміз. Жаза береміз. Балалар, қасқыр туралы біз Мұхтар Әуезовтің көксерек шығармасымен тағы да қасқыр туралы жазылған шығармалар бар ма екен? Көрдіңдер ме сендер? Не дейді? Тамаша. Серкан Мұқтазаның Аймен Айша, Шыңғыс Айтматовтың Плаха, Мұхтар Мағауиннің Қасқыр бөрі деген. Дұрыс. Сендерде бар ма осы басқа шығармалар жаздыңдар ма? Мына топ сәл естімеген сияқты. Қайтадан таныстыршы мына топқа. Қасқыр туралы қандай шығармалар кәмбететке жақсылық. Шерхан Мұқтазаның Аймен Айша, Шыңғыс Айтматовтың Плаха, Мұхтар Мағауинның Қасқыр бөрі. Тамаша. Осы шығармаларды балалар тауып, оқыңыз. Мектеп кітапханасынан іздейміз, қаласынан іздеп. Ал сендерде қандай мәлімет бар? Оқыңдар ма жазып? Ойларыңды жинақтадыңдар ма? Сендер жазып болған дегенше, сендер айтыңдаршы, шығармада қалай басталды? Шығарманың оқиғаның басталуын айтып жіберші. Үшінші радисы бойынша оқиғаны айтпай өтіңдерші. Қарадырдың Қарағанды сайы туралы кім айтады? Жаңағы Көксеректің ауылға келуі. Көксеректің ауылға келуі, Қарағанды сайынан. Сендер қалай жалғастырасыңдар шығарманы? Көксерек ауылға келді, қалай не болды? Көксеректің 2 күннен кейін көзінің ашуы. Ауылға келгеннен кейін келді екен, көзін ашты. Құрмаш әжесіне емес, көксерекпен бірге жататын болды. Көксерек ауыл иттеріне қарағанда баяу өсті. Дұрыс, жақсы. Азат
балдар? Олар ауыл іштерінен өздері кішкене айқын болды. Бірақ баяу өсті. Ол өзінде ауыл иттерінен көресің болды. Көресінде көрді дейді. Ал сендер не айтасыңдар? Көксерек ауыл иттерінен көресінде көрді. Ары қарай. Атажан. көксеректің жан иесі ыза кетіп толуда. Ал өзімен қарсы шығу Жұмаштың досы Жұмаштың ала төбеті аққасқаны ит аяғының қасында өз үйінің алдында қалып тастады. Өз үйінің алдында қалып тастады. Тамаша қарай. Көксерек ауылдан қашқаннан кейін өз ұяластарын тапты. Өз ұяластарын тапты дейді. Атажан. Сол ұяласымен бірге анасы да әкесі де қайтыс болған. Сол ұяластардың ішіндегі көкжал арланмен жекпе-жекке шығып, арланның аяғын сындырып және оның басын үзіп жеңіске жеткен. Жеңіске жетті. Тамаша жарайды. Болды. Ал енді қай топ дайын екен? Мінекей 3 топта дайын екен. Ал сендер қасқыр тобы айтамыз бір-бірін айтып. Қасқыр суда 13 километр бойы жүзе алады. Ата қасқыр өзінің бөлтіріктерін көкжал болғанша тәрбиелейді. Тамаша. Өз ойын алады екен, иә? Қасқырлар өлексе жүйде қашады. Және Ағзасын таза ұстайды екен қасқыр. орман дәрігері, айлакері. Орман дәрігері дейді, айлакер дейді. Үйімшіл. Қасқырлар өте ұйымшыл екен. Қасқыр біріне жатқан қауіптен сақтану үшін ұлиды. Келе жатқан қауіптен сақтану үшін қасқыр қандай екен? Кербез екен. Ақылды екен. Дұрыс, жақсы. Сендер? Тіршілік атауының құтты қоным екені ұят алып бесігі. Қазақстанда мынандай сөз бар. Адамзаттың табиғаты сөйлі жоқ, мұны айтар табиғаттың сөйлі жоқ. Керемет, тыңдадық па? Иә. Керемет, келесісің ба? Бәріміз ортадан бірге айтыңдар ма? Жақсы, өте жақсы, қосынды жасап тұрылады. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтуға тілі жоқ. Өте керемет қорытынды жасапты. Ал сендер адам Тірі ағза организм. дұрыс, бір организм. Адам 12 мүшеден тұрады. Табиғат мекендеушілердің арасындағы сана сезімі ең жоғары мекендеуші болып келеді. Дұрыс. Адам еңбектенеді және де ол өз еңбегімен ұстамағын жүзіп несие алады. Көректенеді, иә? Дұрыс, жақсы. Меруерт? Адам мен жануардың айырмашылығы тек сана сезімдерінде. Тек сана сезімдерінде. Адам сөйлейді, ойланады, оқиды. Келесі. Сөйлейді, сана сезімі жоғары. Ер жігіт. Еңбекқор достық адал. Қасқыр достыққа адал дейді. Жақсы, жарайды. Адам кешірімді адам. Еңбекқор адам. Енді балалар бізде көксерек шығармасынан бізде үзінді берілген. Ол үзінді бірнеше эпизодтардан тұрады. Бірнеше бөлімдерден сол бөлімдерге сендер қандай тақырып қояр едіңдер. Иә. Мінекей мына эпизодқа сендер қандай тақырып қоясыңдар? Сендер мына эпизодқа қандай тақырып қоясыңдар? Бәріміз қарашы балар, арғы топқа көрмекші. Көксеректің өз ұяластары менен қосылуы дейді. Келісеміз ба? Өз қандастарымен қосылуы дейді. Қалай бағалаймыз балар? Жақсы, өте жақсы. Бұл суретте Құрмаш көксеректі алғыш ауылға әкелді және де оны өз үйіне тұрғызды. Бұл және көксерек өз анасының ұяластарын табуы. Ұяластарын табуы дейді. Бұл Құрмаштың алғаш көксеректі ауылға алып келуі дейді. Дұрыс, жақсы балалар. Ал енді сонымен балалар біз көксеректің қайдан оралды бұл?
ауылдан қашып кетіп қайтадан. Иә, жүз табысы жүзге қашып кеткен еді ауылдан, енді соның ауылға қайтып оралуы екен. Көксеректің ауыл иттерінен ашуласын алуы. Дұрыс, көксерек қасқыр ашуланса тісін естейді. Балалар, тағы да бір ерекше қасқырдың ерекшелігі, оның тістері түзу болмайды екен. Қасқыр аш кезінде ешқашан аузын жауып жүрмейді екен. Аузын ашып жүрген себебі ашылған тістері қарысып қалады екен де аузы ашылмай қалады екен. Сондықтан қасқыр аш кезінде аузын ашып жүреді екен. Тамаша жақсы. Балалар, енді біз осы көксерек шығармасын оқып, көксеректің кейіпкерлерімен таныстық, иә? Көксерек шығармасының кейіпкерлері кімдер екен балалар? Құмаш. Қасқара шығып жазамыз. Көксерек шығармасының кейіпкерлері. Құмаш, жәңгір деп жазамыз. Бейсенбай жылға. Жеке жазамыз. Асыбай жазамыз. Құрмаш, жұмаш, дұрыс. Қараңдар шақта, қараңдар шағайын. Қателеспеді ма? Иә, жарқын десін. Келесін жазсын. Дұрыс, шұрғанмен дұрыс, бекбол. Ол Құмаштың әжесі оның қаза тапқан кезінде оның қатты жоқтайды. Қатты жоқтады. Тағы да қасиен кім екен? Атажан? Көксерекпен Құрмашпен өте қазада, Құрмаш өте яғни көксерек әкелгеннен бастап Құрмашқа көксерек туралы жаман сөздер айтатын. Көксерек туралы, қасқыр туралы өте жаман пікірлерді жеткізіп жүрген екен. Дұрыс, жақсы. Ал Меруерт? Көксерек Құрмаштың күшігі, яғни ол қасқырдың бөлтірігі. Дұрыс. Көксеректің ұяластары, көксерек ауылдан кетіп, аққасқыр мен көкжал анасы мен оның әкесі қайтыс болғаннан кейін өз орман ішінде талап болған тоғыз қасқыр. Дұрыс, жақсы мұқтарым. Ал енді балалар, енді осы жерде қараңдар, бірнеше біз мәліметтерді айтып жатырмыз. Енді қазір айтып жатыр, анау жаңа Құрмаштың өлімімен аяқталды деп жатырсыңда, иә? Шығарманың соңына деп оқыдық, иә? Шығарманың соңы Құрмаштың өлімімен аяқталған екен. Сосын әже зары екен, әженің баланы жоқтау екен. Осы жерде балалар сұрақ туады. Құрмаштың өліміне кім кінәлі? Кім деп ойлайсың? Құрмаштың өліміне сол ауыл адамдары әйелдер көмірсіз. Өйткені ол көксерек туралы жаман ойлап, сол көксеректі алып тастау керек, ана болу керек, мына болу керек деп көксеректің әбден ызасын келтіреді. Ауыл адамдары дейді. Құрмаштың өліміне ол өзі кінәлі, себебі ол көксерек алып келмесе ол да өлмеседі. Көксерек алып келмесе өлмесе дейді өзі жанды. Ауыл әйелдерінің өздері. Ауыл әйелдерінің өздері. Ауыл адамдар көксерек кінәлі дейді. Меруерт. Құрмашқа түсіндіру керек еді дейді, үлкендер дейді. Құрмаштың өліміне үлкендер адамдар кінәлі дейді. Аңшылар көксерек шығарманың кезде сол күшікті алайын деген кезде олар рұқсат бермесе ондай жолы болмас еді. Тамаша. Аңшылар дейді. Қасқырлар мекеніне барғанда, Құрмашты ертіп барған кезде, Құрмаш оларға өтінді дейді. Сол кезде Құрмашқа дұрыс не қылу керек еді, түсіндіру керек еді дейді.
Ал енді балалар сонда Құрмаштың Көксеректі ауылға алып келіп, бауырына басып, өзінің бар мейірін төгіп асырағаны дұрыс па екен? Дұрыс емес екен. Бұл Ошол табигаттын үйлесімді заңы болады. Адамдар оған қарсы шықса өздеріне тиімсіз болады. керемет табиғат заңдылық бұзылды да. Солай ма балалар, сендер қалай айтасыңдар осыған? Сендер қандай жауап берер едіңдер? Ералы? Табиғат пен адамның арасындағы теңсіздік орын алмады. Дұрыс. Медет? Айналаны қоршаған табиғаттың өз заңы бар. Оны Құрмаш өзі түсіну керек еді. Құрмашқа үлкендер түсіндіру керек еді. Құрмаш ол бала болды. Ол өзі мейірім төгіп ауылға келіп иттің күшігін асырағандай қылып оны асырағысы келді. Бірақ итті қолға асырауға болады екен, қасқырды асырауға бола ма екен бала? Дала табысы. Дала табысы. Ергіндікке үйренген, ол еркін жүріп үйренген. Тағы да Қасқыр ол еркіндікте жүреді, ол оны өзін қанша асырасаң да ол бәрібір жыртқыштығы. дұрыс. Ол тамаша. Кез келген жануар тиімді ойнаса, басқада үйрету өте қиын, және ол тиімді өнер көрсетпейді. Сертте өнер көрсетпейді екен дейді. Бұл өте тамаша дерек. Қасқырды қанша асырасаң да орманға қарай ұлиды. Орманға қарай ұлиды дейді Әсел. Қасқыр ол дала санитары, дала дәрігері, түз тағысы. Түз тағысы. Ал балалар, қасқыр туралы аңыздар білесіңдер ме? Біздің ата-әжелеріміздің қасқыр туралы аңыз қандай аңыз әңгімелерін естігендер бар аңыз? Баяғыда бір шопаншы болған егенді, сол қасқырлар ол кезде ешқандай малға шаппайтын егенді, кейін Қай уақытта шаппайсыңдар қасқырлар ауылдың малдарына? бұрынғы жоқ. Атайдан толықтырамын дейді. Көздеген уақытта Қасқырлар күштеген кезде ауыл малдарына шаппайтын ары қарай жалғастырамыз. Ол содан кейін ешкімге шаппай жүргенде, оның екі несі келіп, бөлтірігі келіп, бір менің қозыны өлтіріп қояды. Сол қозыны өлтіріп қойғаны үшін қойшы ештеңе демейді. Содан кейін таң атқанында қараса, соның орнына бір мойнына жүк байлаған қозы әкеліп қозы тұр екен. Бұл қасқырдың ақылдылығын білдіреді. Дұрыс, сонда отыра ғой. Атажан ол қозыны ол қасқырлар қайдан әкетті қозына? Сол ауылға жақын маңдағы ауыл, көрші ауылдан әкелген. Көрші ауылдың қойына қозына әкеліп қосыпты. Жаңағыдай Шопан қалай білді оның қозына? Өйткені өзінің қойын өлтіріп қойғаннан бері өлтіріп қойған қасқырдың екі бөлтірігі болғандықтан қасқыр оны біздің екі қойымыздың екі бөлтірігінің қателігі деп көрші ауылдан енді туылған және де мойнында қызыл жібі бар қозыны әкеліп қойған. Мінекей қызыл жібі бар екен балалар, мінекей содан шопан білген екен. Бұл қасқырдың ақылдылығы екен. Ал енді балалар, осы шығарма сендерге ұнады ма? Несінен ұнады? Осы уақытқа дейін сендер қасқыр туралы не білетін едіңдер? Енді бүгін не білдіңдер қасқыр туралы? Енді келешекте қандай тағы мәлімет білгілерің келеді? Соны жазамыз. Бүгінгі сабақ туралы өздерінің ойларында, алдарындағы жазамыз. Жаңғыр, қазақта қасқыр туралы мақал-мәтел бар екен, бұл кездесті ме сен қасқыр туралы мақал-мәтел? Қойдың тілегені амандық, қойдың ойлағаны амандық, қасқырдың ойлағаны арамдық. Қасқырдың ойлағаны арамдық. Тағы да кімде бар? Арнұр. Қасқырды қанша асыраса да орманға қарай ұлиды. Дұрыс, тағы да қасқыр туралы білеміз ба? Неде? Құтты қонақ келсе, қой ек салады, сұм қонақ келсе, қойға Қасқыр шабады дейді. Дұрыс, тамаша. қойшыны таяқ асырайды, қасқырды аяқ асырайды. Тамаша. Адам ойға тоймайды, бөрі қойға тоймайды. Дұрыс, жақсы. Бізде енді өте жақсы. Ал Нұрдәулет бүгіннен байқап отырмын, ешқандай жауап берген жоқ. Нұрдәулет тұрсын. Келесі топтарынан Нұрдәулетке осы Мұхтар Әуезовтің Көксерек шығармасы жайында, Мұхтар Әуезов жайында сұрақ қойыңдаршы, жауап берсін. Қазақ Мұхтар Әуезов қай жылы қай айда дүниеге келген? Мұхтар Әуезов қай жыл қай айда дүниеге келген?
1897 жылы 1900 Жоқ, қай айда дейді, қай айда дейді? Қыркүйек айында 27-ші жылында дүниеге келген екен жақсы. осы мұхтар әуезовтің ең алғашқы яғни тырнақалды шығармасы. Мұхтар әуезовтің тырнақалды шығармасы дейді, ең алғашқы. Адамды негізі әлем. Адамды тамаша. Соңғы сұрақ. Оның өзінің ауылда неге қойған несі шығармасы. Ең алғашқы қойылымыз дейді. Мұхтар әуезовтің драмалық шығармасын ауылда. Еңлік кебек. Еңлік кебек. Дұрыс па? Жақсы, жарайды, отыра ғой. Ал балалар жазып болса, жақсырамыз бәрімізді болғандарымыз. Мына орынға келіп, саламыз, балалар сонымен Мұхтар әуезовтің көксерек шығармасын оқып, қандай ой түйдіңдер? Қандай ой алдық? Ал Атажан? Адам мен табиғат арасындағы заңдылықты бұзбау және де табиғаттың өз заңдылығы бар, адам соны сақтай білу керек. Адам соны сақтай білу. Арнор? Қасқырдың қанша асырасында қасқырлығын жасайды деген сөзді түсіндіру үшін шығарылған шығарма деп ойлаймыз. Дұрыс. Қалай? Адам мен табиғат арасындағы тепе-теңдікті сақтау керек. Тепе-теңдікті сақталу қажет дейді. Дұрыс. Қоршаған ортаның табиғаттың өз заңы бар, бірақтан оны адамдар түсіне білу керек. Дұрыс. Қоршаған ортаны жасамау керек. Дұрыс, тамаша. Табиғатпен үйлесімділікте өмір сүріп, әр заңын білу керек. Әр заңды білу керек. Түпкі мақсаты табиғатпен келісімде өмір сүру. Мен ойым табиғатпен келісімшартта өмір сүру керек. Өте жақсы. Ал енді балалар, дәптеріңізді ашып үй тапсырмасын жазып алыңдар. Адамдардың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың онан туар тілі жоқ. Осы тақырыпта бізде есе жазып келеміз. Дәптеріңізді ашып, белгілеп алыңдар. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оңайтуға тілі жоқ тақырыбында бізде есе жазып келеміз. Мына топта Нұрдәулет, жақсы, қалғандарымыз керемет, жақсы. Мен отырдық, қатысып отырдық, жарайсыңдар. Мына топта бізде Диаска бір рет қана жауап берді, соғыстардан 4 қойымыз, қалғандарымызға жаңағында жерде Медет, Бекбол, Әсел, Сымбат, Омба, Үрләз, Азат, 9 балл. Мына жерде Әмина, Анел, Жәңгір, Әли, 10 балл. Қалғандарына 8 балл. Мына жерде Атажан, Арнор, Ақтолқын, Әмина, одан кейін Арай, 10 балл. Берует 9 балл. Ержігітке 8 балл қоямыз. Сондай бағаларды қойдық, бағалар өтті. Мінеке балалар осымен сабағымыз бітті. Қош сау болыңдар.